заттардың және олардың бір-біріне айналып, өзгеруін зерттейтін жаратылыстану ғылымдарының бірі. Адам денесі 60-тан аса химиялық элементтен тұратынын елестете аласыз ба? Химия бұл біздің өміріміз десек те артық айтпаспыз. Мысалы, қол жуғанда да біз сабынды қолданамыз. Ал оның ішінде қанша химиялық элемент бар? Оларды көрдіңіз бе? Мысалы, мына судың өзі H2O, сутегімен оттегінен тұрады. Химияның негізгі элементтерін, олардың қасиеттерін және формулаларын білгіңіз келсе, менің лабораторияма көшейік. Менің зертханама қош келдіңіздер. Бірінші эксперимент бағдаршам деп аталады. Оны орындау үшін бізге калий перманганаты марганцовка, қант, су және натрий гидроксиді қажет. Алдымен бірінші колбаға су құямыз, қант саламыз. Ертеміз. Енді осы ерітіндіге натрий гидроксидін құямыз. Ертеміз. Енді келесі колбаға су құямыз. Енді калий перманганатын саламыз. Ертеміз. Енді осы ерітіндіні бірінші ерітіндіге құямыз. Қараңдарыңыздай, ерітінді алдымен қанық қызыл түске, кейін көк түске, одан кейін қанық жасыл түске ауысты. Практикалық тұрғыдан қарағанда біз қандай ақпарат алдық? Калий перманганаты күшті тотықтырғыш. Екінші эксперимент үшін маған мыс сульфаты, тұз қышқылы және алюминий фольгасы қажет. Мен мыс сульфатын құямыз, кейін тұз қышқылы, енді алюминий фольгасын саламыз. Реакция басталып, газ бөлініп, ерітінді бірте-бірте түсін жоғалтады. Ал енді өрт әкелсек не болады екен? Өрт көк түске боялды. Өрт көк түске боялудың себебі мыс иондарына байланысты. Осы тәжірибенің маңызы мыстың қасиетін көрсетеді. Мыс бар элементтер көк түске боялады. Яғни, біз ерітіндінің құрамын біле аламыз. Енді ең әдемі тәжірибе солтүстік шұғыласы деп аталады. Ол үшін бізге әр үйде бар екі компонент қажет. Этил спирті және бор қышқылы. Алдымен колбаға бор қышқылын саламыз және этил спиртін құямыз. Ал енді сіріңкені алып от жағамыз. Көріп отырғандарыңыздай, от жасыл түсті болып жанып жатыр. Практикалық қажеттілігі қандай? Яғни, осындай отты көбіне киноиндустрияда және от шашу, яғни фейерверк жасауда қолданады. Химиядан қандай білім алдық? Бор элементінің иондары босатылған уақытта от жасыл түске боялады. Химия қиын көрінгенмен өте қызықты. Химияны бірге үйренейік.